Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Ал білім көкжиегінде қалықтаған құстай жер жаһанға білім нәрін себетін бірден бір адам ол мұғалім. Армысыздар. Мен Манарбекқызы Роза Ағалтын жалпы орта мектебінің биология пәнінің мұғалімімін. Ата-аналар, баланы сынай берсе, ол жек көргенде үйренеді. Бала өкпелегішпен өссе, ол қатыгездікті үйренеді. Бала күле берсе, ол тұйықтықпен өседі. Балаға сөгіс берсе, ол кінәлі сезіммен өседі. Шыдамдылықпен өссе, басқаларды қабылдаудан үйренеді. Баланы қолдап тұрса, ол өзіне сенуді үйренеді. Баланы мақтап өсірсе, ол игілікті болып өседі. Бала шындықта өссе, ол әділетті болып өседі. Бала қауіпсіздікте өссе, ол адамдарға сенеді. Баланы орынсыз әлпешке берсе, ол өзімшіл болып өседі. Бала тәрбиелеудің жолдарын, қатыгездік пен менсіздік себептерін айттық, талқыладық, шешімін бірге табуға тырыстық. Бүгінгі дөңгелек үстелден алған әсерлеріңіз қандай? Тамаша! Көңіл күйлеріңіз қандай? Тамаша! Олай болса, бала тәрбиелеуде де осындай аянбай еңбек етіп, тамаша ұрпақ тәрбиелей берейік. Қатысқандарыңызға рахмет. Ата-аналар, баланың болашағына бейжай қарамай, жарқын болашақта өмір сүруге үйретейік.